Сәлем достар, бүгін біз осындай өте ерекше дәмді ананас қосылған салат жасадық. Осының рецептісін білгілеріңіз келсе, алдымен біздің каналға подписаться етіп басып, лайк қойып, комментарий қалдыруыңызды сұраймыз. Енді таныстырып өтейін, алдарыңызда тұрған 200 грамм жаңағы тауықтың төс етін, оны суға пісіріп алдым дайындап. Одан кейін барып мынау саңырау құлағымыз, қалбырдағы саңырау құлақ, соның жартысын ғана турап, осылай дайындап қойдым. Яғни неміз бар, жаңағы ананас, қалбырдағы ананас сатып алдым. Мынандай қалбырдағы ананас, осындайды алып, жартысын ғана қосып, дайындап көрсетіп жатырмын. Сонымен қатар жүгеріміз бар. Ол жүгерімізді осы тек қана жартысын ғана қосам. Қазір суын сорғытып дайындап қоямын. Содан кейін міне майонез. Осы майонез қосып, өте дәмді, тез жасалатын, күшті жаңа салатымен бөлісетін боламын. Мына жерде 200 грамм нем болды, жаңағы тауықтың төс еті суға пісіріп алдым. Деген өздеріңіз білесіздер ғой, тауықтың міндетті түрде пісіру керек екен. Сонымен қатар міне неміз бар, жаңағы шампиньон саңырау құлағымыз бар, қалбырдағы. Суын сорғытып барып, осылай қосатын боласыздар. Одан кейін барып, жаңағы неміз бар. Ананас, қалбырдағы ананас. Бұны да жаңа суын сорғытып дайындап қойдым. Енді осы салатқа қосамыз. Осы ананас дәмін келтіріп тұрады, өте дәмді болады. Көп қоссаңыздар да болады. Мен енді шамалы ғана қостым. Сонымен қатар енді міне жүгерімізді жаңағы қосамыз. Суын сорғытып алып дайындап қойып жатырмын. Енді қазір осыны араластырамыз әбден қолмен. Майонез қоспай тұрып араластырып алып, одан кейін барып майонез қоссақ өте дәмді болады. Енді майонез қосамыз. Достар, енді мен жаңағы өзім қосқан ананасым аздау болып қалды да дәмі. Содан кейін тағы да қосып жатырмын, көрсетіп қояйын деп жатырмын. Енді осыны жаңағы майонезбен қосып тағы да жартылап тұрып араластырып столға қоятын боламыз. Міне достар, оңай және тез дайындалатын салатымыз осы. Енді менде тағы да жаңғағым бар, бетіне әдемілік үшін жұқалап сеуіп шығамын. Және күнжутым бар, оны да сеуіп қойын, әдемі болып тұрсын деп. Мен болды. Осымен салатымыз дайын. Ас болсын.